Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қадірлі бауырлар, біздер бүгін ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірінен сыр шертетін ислам тарихының Мекке дәуірінде Меккені алғаннан кейінгі жағдаят жайында баяндайтын боламыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккені 630 жылы алған болса, Меккеде біраз уақыт тұрақтайды. Сол аралықта алдыңғы дәрістеріміз айтып өткендей, Қағбаның айналасындағы пұттардың бәрін қиратып, және де Қағбаның кілтін Осман ибн Талха дейтін меккелік тұрғыннан алып, Қағбаның ішіне кірген болатын. Осылайша ислам діні Меккеге келіп орнығып, мұсылмандар Қағбаны емін-еркін тауап жасап, умрасын жасап, емен жарқын болып жүреді. Уақыт өте келе пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бағыз заманнан бері келе жатқан сол меккелік Осман ибн Талха және ол Талха әулетіне жаңағы Қағбаның кілті аманаттап берілген болса, сол уақытқа шейін солар соны ұстап келген еді. Сол кезде осы кілтті енді Қағбаның кілтін басқа біреуге бере ме екен, әлде қалай болады екен деген мұсылмандардың арасында көкейлерінде осындай бір сұрақ туындайды. Өйткені олар мүшрик еді, олар Қағбаның ішіне түрлі заттарды салды, жаңағы құрметсіздік көрсетті деген секілді ой болды. Сол кезде Хазіреті Али радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға жақындап сұрайды ғой, Алланың елшісі, осы Қағбаның кілтін бізге бересіз бе дейді ғой. Яғни мұсылмандардың қолына аманаттап бересіз бе? Бұдан кейін Қағбаның кілтін біздер ұстасақ, Қағбаның кіріп шығу, есігін ашуы, соның барлығы біздерге берілсе қалай болады дегенде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам алдына ұсыныспен барады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Хазіреті Алидің ұсынысына тікелей жауап берместен пайғамбар саллаллаху Осман ибн Талханы шақырыңдаршы дейді ғой. Сөйтіп Осман ибн Талха радиаллаху анху Талханы іздестіріп шақыртады. Сол кезде Талха шақырылып пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның құзырына келгеннен кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оған былай дейді. Яғни осы күнге шейін қанша уақыт бойы сол Қағбаның кілтін ұстап келген Талха әулетінің өкілі ғой. Сол кезде пайғамбарымыз айтады: "Уа Осман, бұрынғыдай кілттерді өздерің алып жүріңдер. Осы міндет өмір бақи сендерге жүктеледі. Кім осы кілттерді сендерден алуға ұмтылса, нақ зұлымдық жасаған болады. Уа Осман, Алла сендерді Байтуллаға қызметші етті. Адалдық танытып, көздің қарашығындай сақтаңдар" дейді. Міне осылайша қанша уақыттан бергі осы Қағбаның кілтін ұстап келген әулеттің өкіліне ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қайтып аманатты сол өкілге табыстайды. Осман ибн Талхаға Қағбаның кілтін ұстатады. Бұл мәселеде осылайша шешіледі. Яғни артық ой пікір, яки болмаса басқа мәселе осы жерде өзінің жауабын табады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеде біраз уақыт тұрақтады деп айтып өткеніміздей, 17-18 күндей пайғамбар сол жерде тұрып жатады. Әрине, осы аралық ішінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеге мәңгі қайтып келіп тұрақтау ойында болмағандықтан, қайта Мәдина қаласына оралатын болғандықтан, намаздарын толықтай қысқартып оқиды. Яғни сапарда барысындағы адам қалай намазын сапари қылып оқитын болса, осылайша пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам намазын сапари қылып оқиды. Өйткені қай күні Мәдинаға қайтары белгісіз еді. Сол оқиғалардың ішінде ансарлық сахабалар пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеге келді, туған жеріне, кіндік қаны тамған қалаға келді. Енді бүкіл жағдай пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мұсылмандардың қолын өтті. Енді бәлкім осында пайғамбарымыз қалып кететін шығар. Біз енді Мәдинаға өзіміз пайғамбарсыз оралатын шығармыз дегендей әңгімелерді өз арасында айтады. Әрине бұл әңгімелер пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның құлағына жетіп, ансарлық сахабаларымен кездесіп, оларға жоқ дейді, мен бұл жерде қалмаймын, мен сендермен бірге Мәдинаға ораламын. Бұл мәселеде ешқандай да абыржымаңдар, бұл мәселеде уайымдамаңдар деп ансарлық сахабаларға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы сүйінші хабарын жеткізген еді. Меккеде пайғамбарымызға, мұсылмандарға дұшпан болып келген мүшриктер Мекке алынғаннан кейін барып, ерікті түрде ислам дінін қабылдауға көшеді. Әрине, ішінде әлі де иманды толыққанды санасына сіңіре алмаған, жүрегіне орнықтыра алмаған жандарда жоқ емес, оларда болды. Бірақ басым көпшілігі келіп
пайғамбарымыздың құзырына келіп исламды қабылдап, ардақты сахаба деген атауға, оларда сол атаудың ішіне кіріп жатты. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға дұшпандығын көрсеткісі келетін меккелік мүшриктерде болды. Солардың біреуі Фадала бин Умайр атты бір мүшрик еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Қағбаны тауаф етіп жүрген кезінде пайғамбарымызға қастандық жасамақшы болады. Яғни ішіне жаңағы шапанның ішіне жасырған қанжарменен пайғамбарымызға қастандық жасамақ болып, өзінің ойын жүзеге асыру үшін пайғамбарымыздың артынан аңдып жүреді. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оның ойын түсінгендіктен алдынан сол Фадала ибн Умайр шығып қалған кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: "Ей, сен Фадала емессің бе?" деп әлгі мүшриктің бетіне осындай жылы сөзбен айтады. "Иә, мен Фадаламын ғой" дейді. "Иә, сен сол болсаң, бұл тауафты не үшін жасап жатсың? Бұл жерде қандай шаруаң бар?" дегендей оның ойын білгісі келеді. Бірақ ол сасқалақтап пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға жасамақ болған қастандығын айтудан қашқақтайды. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оның бар ойын, оның санасындағы арам пиғылын түсінгендіктен Фадаланың қасына жақындап, қолыменен оның көкірегіне қойып дұға жасайды. "Я Раббым, оның жүрегіне иманның шуағын ұялата көр" деп дұға жасайды. Сол сәттен бастап пайғамбарымызды жек көрген әлгі Фадала есімді мүшрик сол сәттен бастап пайғамбарымызға деген оның махаббаты артып, Алла дұғасын қабыл қылып, жүрегіндегі иманы қуатқа айналады. Осылайша ол да ардақты сахабалардың қатарынан орын алады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Меккеде болған кезінде Абу Бәкір радиаллаху анху өзінің шәу тартқан әкесі Абу Құхафаны пайғамбарымыздың алдына алып келеді. Яғни Қағбаға алып келеді. "Е Алланың елшісі, бұл менің әкем Абу Құхафа. Осы менің әкеме дұға етсеңіз, иманға келуіне себеп болсаңыз" деп пайғамбар саллаллаху алейхи құзырына алып келеді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам шәу тартқан Абу Құхафаны көріп, Абу Бәкірге айтады: "Ей Абу Бәкір, айналайын достым, бұл шәу тартқан ақсақалды осы жерге алып келгенше мен өзім-ақ баратын едім ғой" дейді ғой. "Неге әуреледің бұл жерге алып келіп?" дейді. Сонда Абу Бәкір радиаллаху анху айтады: "Е Алланың елшісі, сіз әкемнің алдына емес, әкем сіздің алдыңызға өзі келген жақсы болар еді" деп осы ниетпен алып келдім дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Хазіреті Абу Бәкір радиаллаху анхудың әкесі Абу Құхафа дейміз, яғни жасы келген, қартайған шағындағы үлкен ақсақал, соның иығына қолын қойып, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам исламды түсіндіріп, кәлима-и шахадат айтуға, иманды қабылдауға ұсыныс айтады. Абу Құхафа да, яғни Хазіреті Абу Бәкірдің әкесі де ешқандай да ойланбастан пайғамбар саллаллаху алейхи құзырында "Ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах, ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммаден абдуху ва расулух" деп кәлимаға тілін келтіріп иман келтіреді. Хазіреті Абу Бәкірдің қуанышында шек болмады. Өйткені әкем мүшрик болып имансыз кете ме деген қауіп болған еді. Бірақ бір деректерде сол Хазіреті Абу Бәкір өзінің әкесі иман келтіргеннен кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның құзырында көзіне жас алып айтады ғой: "Ей Алланың елшісі, менің әкем иман келтірген секілді сенің де көкең Абу Талиб те иман келтірсе ғой" деп, сол үшін мен жаңағы уайымдап қайғырып көзіме жас алып отырмын деп пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам көкесінің имансыз кеткендігіне қайғырғандығын жеткізген. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам көкесі Аббас дейміз ғой, әкесінің інісі, туған інісі Аббас радиаллаху анхуды шақыртады. "Ей Аббас" дейді, "Абу Лахабтың екі ұлы қайда жүр?" дейді ғой. Өйткені олар қашып кеткен еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Меккені алғанда көп мүшриктер қашқан болса, солардың қатарында олар да болған еді. Утба мен Муаттиб есімді екі ұлы Абу Лахабтың. Бұл Абу Лахаб та пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның әкесінің інісі ғой, туған інісі. Аббас та әкесінің туған інісі. Сонда Аббас айтады ғой: "Ей Аббас" дейді, "сол Утба мен Муаттиб қайда екен, іздестірші, тауып алып келші" деп пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өтініш айтады. Хазіреті Аббас радиаллаху анху атына мініп Меккені аралап шарлап кетеді. Яғни осы екі азаматты іздейді. Бұл екеуі пайғамбарымыздың немере інісі, әрі пайғамбарлық келгенге, пайғамбар болып пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам исламды насихаттаған алғашқы жылдарға дейін бұл екеуі пайғамбарымыздың туған күйеу баласы еді. Пайғамбар ардақты саллаллаху алейхи уассаламның Руқия мен Умму Гүлсім атты екі қызын осы өзінің немере інілеріне берген болатын. Яғни Утба менен Муаттиб атты екі немере інісіне. Бұл екеуі де Абу Лахабтың балдары. Абу Лахаб
пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға қарсы шығып, исламға қарсы шыққаннан кейін екі баласын да күштеп, пайғамбарымыздың екі қызын талақ бергізген еді. Сонда да пайғамбар саллаллаху алейхи өзіне қастандық жасаған, екі қызын талақ қылған осы бұрынғы екі күйеу баласы әрі немере інісі болған Утба мен Муаттибті іздетеді. Хазіреті Аббас сол екеуін іздеп тауып алады. Тауып алғаннан кейін барып айтады ғой, ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам екеуіңді шақырып жатыр дейді. Әлгі екеуі не айтарын білмей қалады. Өйткені пайғамбар жазалай ма, әлде бізге кешірім бере ме деген олардың да санасында сондай күмәнді ой тұрған еді. Аббас оларды иманға шақырды. Иман сусындауды, иманның бұлағынан нәр алуды оларға насихаттап, екеуді иманға келтіріп, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның құзырына алып келеді. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам екеуін көргеннен кейін олардың мұсылман болғанына қуанып, екеуін жетектеп Қағбаға алып барады. Мүлтизам дейміз ғой. Қағбаның есігінің асты, яғни қара тас пен есіктің арасына мұсылман адам қолын қойып, Алла тағаладан дұға тілейтін жер. Сол жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам екі немере інісін, әрі бұрынғы екі күйеу баласын алып, Алла тағалаға жалбарынып дұға етеді. Сөйтіп Алладан кешірім сұрайды. Я Алла, бұл екеуі маған аманатта, бұларға мен жауапты болайын деп Алладан тілейді. Алла пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның дұғасын қабыл етеді. Сол Қағбадан қайтып келе жатқан кезде күлімсіреп, көңілі көтеріңкі болған көрген Аббас радиаллаху анху сұрайды ғой, я Алланың елшісі, сіздің бүгінгі көңіл күйіңіз жақсы ғой дегенде, иә дейді, өйткені мен бұл екеуі үшін Алладан дұға еттім, Алла менің дұғамды, тілегімді қабыл етті дейді. Яғни бұл екеуі маған аманаттады дейді. Осылайша пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің бұрынғы күйеу баласы болған, өзіне қиянат жасап, қыздарын талақ еткен жандарды да кешіріп, оларға қамқорлық жасайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы Меккеде біраз уақыт тұрақтаған кезінде белді деген мүшриктердің бір қатары Меккеден бас сауғалап қашқан еді. Яғни Меккенің сыртына кетеді. Сол қашқандардың арасында пайғамбарымызға, мұсылмандарға ең көп зиян шектірген тұлғалардың біреуі Икрима ибн Абу Жахил болатын. Яғни Абу Жахил дейтін атақты мүшриктің ұлы. Пайғамбарымызға, мұсылмандарға қиянат жасаған сол Абу Жахилдің ұлы Икрима ибн Абу Жахил. Ол бас сауғалап Меккеден қашады. Өйткені мұсылмандар мені кешірмес деген ниетпен. Сол секілді Сафуан ибн Умайя да, бұл да мүшриктердің белді деген тұлғасы болған. Ол да қашады. Солардың қатарында Уахши де қашқан еді. Уахши дегеніміз бас бостандығынан айырылған құл болып, кейінірек сол Абу Суфияның әйелі Хиндтің тапсырмасы бойынша Ухуд соғысында пайғамбарымыздың көкесі Хазіреті Хамзаны өлтірген. Сол Уахши де осы қылмысы үшін кешірімге ілінбеуі мүмкіндігін ойлана отырып Меккеден қашқан еді. Солардың ішінде және де Муғауия ибн Абу Суфиян да Меккеден қашқан еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әрине бұлардың барлығына кеңшілік танытатындығын жеткізген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеде қалған белгілі бір уақыттың ішінде 19-20 күндей болады пайғамбарымыз Хунайн соғысына дейінгі аралықта. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам меккеліктерді, жаңадан исламды қабылдаған меккеліктерге діни құндылықтарды және де діни мәселеге мұқият болуды насихаттайды, оларға исламды түсіндіреді. Сол бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам меккеліктерге, сахабаларына былай деп бұйырады. Күмәнсіз Алла ішімдік пен шошқаны сатуға, өлген малдың еті мен пұттарды саудалауға тыйым салады дейді. Яғни бұл аятта айтылған секілді ғой. Күмәнсіз Алла ішімдік пен шошқаны сатуға, өлген малдың еті мен пұттарды саудалауға тыйым салады дейді. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сахабаларының ішінен біреу айтады ғой, я Алланың елшісі, өлген малдың майы жайлы не айтасыз дейді ғой. Өйткені сол өлген малдың майын пісіріп, шыжғырып, сол майменен кемені және де теріні майлаймыз. Сонымен қатар майшаның пілтесін жағу үшін пайдаланамыз. Яғни өлген малдың майын пайдалансақ бола ма, болмай ма деген сұрақты сұрайды ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сәл ойланып тұрып, қабағын қатулы күйде яхудилердің мысалын келтіреді. Кезінде Алла тағала да яхудилерге осы өлген малдың етін, майын харам еткен еді дейді. Бірақ яхудилер сол харам етілген нәрсені өздеріне халал ету жолын қарастырып,
сол өлген малдың майын олар дейді ерітіп, соны тоңдырып, қатырып, соны сататын өзгелерге. Сатып, сатқан ақшасын өздері пайдаланған еді дейді. Міне, сендер де солай жасамақсыңдар ма? Сондай әрекетке бармақсыңдар ма? Бұл яһудилерге Алла тағала лағнет айтқан еді дейді. Міне осылайша ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, яғни Алланың тыйымына мұқият болуды ескертеді. Өзі жаңағы жеке бас үшін, яки болмаса жаңағы нәпсі қалау үшін харам болған нәрсені халал ету жолына бармауды ескертеді. Сол секілді Мекке қаласында жаңадан иман келтірген меккелік бір әйел кісі бұрынғы бір жаман әдетін тастай алмай ұрлық жасап қояды. Яғни ұрлық жасау әдеті болған еді ол әйелдің исламға келгенге дейін. Сол әдетінен арыла алмастан енді жаңадан иман келтірген мұсылмандардың қатарына қосылған әлгі әйел сол бұрынғы әдетіне сәйкес ұрлық жасалып ұсталады. Әрине, ол енді бір жаңағы абыройлы, дәулетті, бір әулеттен шыққан әйел кісі болғандықтан, меккеліктер сол кезде өздерін сол әйелге жаза қолданбауын жолдарын қарастырады. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір кешірім бере ме екен, бұған шариғаттың жазасын қолдандырмасақ бола ма екен деп ақылдаса келе, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сөзін тастамайтын адамды іздестіреді. Сөйтіп таңдау жап-жас жігіт Усама ибн Зайд радиаллаху анхуға келеді. Яғни 20-ға да толмаған, 18-ге толған шағындағы жігіт қой, жас жігіт. Усама ибн Зайд пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның асырап алған баласы Зайд ибн Харисаның ұлы етін. Оны өте жақсы көретін, оның сөзін жерге тастамауға тырысатын. Не керек, сол Усама ибн Зайд радиаллаху анхуды көндіреді. Ардақты пайғамбарымызға барып өтініш айтшы, осындай әйел кісі, осыған бір жаңағы кешірім беру мәселесін сұрап берші, осыған ара түсші деп Усама ибн Зайдке өтініш жасайды. Енді жас жігіт болғаннан кейін мәселенің байыбына бармастан ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам құзырына барып, Усама ибн Зайд осы өтініш жеткізеді. Яғни ешқандай бүкпесіз жеткізеді. Оның ойында ешқандай бір теріс ниет болған жоқ еді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қабағын шытып Усама ибн Зайдке ренішін білдіреді. Сен осы нәрсені қалайша маған келіп айтып тұрсың? Сонда Алланың тыйымдарына сен араша түсіп, бұл әйелге сол жазаны қолдандырмаудың жолын айтып тұрсың ба маған дегенде қылады. Усама ибн Зайд қатты өкініп, я Алланың елшісі, менің ондай бір ойым жоқ еді деп қатты қысылып пайғамбарымыздан кешірім сұрайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сахабаларын жинайды. Сахабаларын жинап, 2 ракат намаз оқытады. 2 ракат намаз оқып болғаннан кейін баршасына былай деп бұйырады. Сендерден бұрынғы қауымдардың дейді, жер бетіне құрып кетуінің бірден бір себебі дейді, араларында әлсіз адам ұрлық жасаса, бәрі дүрсе қоя беріп жазалайтын еді. Ал ақсүйек біреу осындай қылмыс жасаса, кешіре салатын. Аллаға ант етемін, Мұхаммедтің қызы Фатима ұрлық жасаса, еш кідірместен тиісті жазасын беремін деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына осы Алланың шариғатына, яғни әркімнің көңіліне қарап бұрмалауға болмайтындығын жеткізеді. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Хазіреті Біләл Хабашиге әлгі ұрлық жасаған әйелді жазалауды бұйырады. Хазіреті Айша анамыз айтады, сол әйел өмірінің соңына дейін тақуалықпен өткізді дейді. Сол жасаған қылмысынан кейін ешқандай да қылмыс жасамады, ешқандай да ағаттық жасамады. Тіпті мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға айтып, сол әйел кісіге көмек беріп тұратын едім деген екен. Міне бұл алғашқыдағы сол әйел кісінің жасаған бір қателік етін. Сондықтан да пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам меккеліктерді ислам дінінің қағидаттарын, шариғаттың ережелеріне мұқият болуға шақырды және де үйретті. Әрине пайғамбарымыздың бұл ұстанымын меккелік мүшриктер мұншалықты дәрежеде жүзеге асырады деп ойламаған еді. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Алланың әмірін орындауда ешкімнің де көңіліне, оның лауазымына, нәсіліне, тегіне қарамайтын. Бұл Алланың шариғаты. Сондықтан да құрметті бауырлар, әрбіріміз Алланың бізге бұйырған діни құндылықтарын, әмір мен тыйымдарына аса мұқияттылықпен қарайық. Бұл Алланың әмірі пенденің жеке басы үшін сағыздай созылатын мәселе емес екендігін дұрыс түсінейік. Алла тағала баршамызға
шариғаттың талабына сай өмір сүруді нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.